Сәлем баршаңызға, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен осындай ерекше салаттың рецептін бөліскім келеді. Бұл салат корейский салатқа жатады. Үйде бар көкөністермен жасай беруге болады. Бізге қажетті 3 қияр. Оны осылай тураймыз. Бір сәбіз, оны ұзын теркадан өткізу қажет. Және 3 чеснок, оны да жақсылап тураймын. Ұсақтау қажет. Жасыл пияз, оны ұзынырақ қып турау қажет. Дәмінше тұз қосамын. Және 2 шай қасық соевый соус. 1 шай қасық яблочный уксус 4%. Келесі 50 грамм сұйық майды отта қыздырып аламын. Және оған 1 шай қасық паприка қосамын. Және қасықтың ұшымен ашты бұрыш. Егерде бұрышты жақсы көретін болсаңыздар, аштылықты онда көбірек қоссаңыз болады. Тағы бір қыздырып аламыз. Және осы сұйықтықты апарып құямыз. Ыстықтай құя берсеңіз болады. Енді салатты жақсылап араластыру қажет. Жалпы бұл салатты дастарханға қоймас бұрын 3-4 сағат тоңазытқышта ұстау қажет. Міне салатымыз дайын. Сіздерге ұнады деген үміттемін. Міндетті түрде жасап көріңіздер және каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Келесі кездескенше сау болыңыздар.